Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бастауыш сыныптағы диктант, оның түрлері. Лекцияның мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, бастауыш сыныптағы диктант, оның түрлерімен таныстыру. Диктантты есту факторына енгізілген жаттығу жұмыстарының бірі деп атау керек. Бастауыш сыныптарда диктантты есту, түсіндірмелі, терме, еркін, бақылау, өзіндік және шығармашылық тәрізді түрлері қолданылады. Ал жаздыратын материалдардың сипаттарына қарай бірінші сыныптарда әріптік диктант, буын диктанты, сөз диктанты дейтін түрлері де пайдаланады. Бұл балалардың әріп жазуының қалай үйреніп келе жатқан белгілі буындарының құрамында неше әріп, қай әріпте бар екен, буын жасап тұрған не әріп екенін қалай түсінетінін байқау үшін кемшіліктерін қолма-қол түзетіп дұрыс бағыттау үшін жүргізіледі. Сонымен бұл диктантты оқушылардың білімін байқау, бақылау, үйрету мәні бар. Диктантқа қажетті қағидалар. Мәтін таңдағанда мынандай қағидаларға сүйену қажет. Бірінші, диктант тексті мазмұны жағынан оқушыларға түсінікті, тәрбиелік мәні бар және әдеби тілдің талаптарына сай болу қажет. Екінші, бақылау диктанттар әртүрлі жанрдағы шығармалар, үзінділер құрастырылу қажет. Егер белгіленген текст үзіндісінде сөз саны мөлшерден аз болса, онда текстке мөлшерге сәйкестендіріп бірнеше қосымша сөйлемдер қосуға болады. Диктант мәтіннің құрамындағы сөздердің бәрі оқушыларға түсінікті болу керек. Егер түсініксіз және сирек қолданылатын емлесі қиын сөздер ұшырасып қалса, ондай сөздерді түсіндіріп тақтаға жазылады. Диктант мәтіннің емле қиындығы орташа дәрежеде болады. Мәтіннің құрамындағы сөздер, сөз тіркестері, сөйлем құрастырылады, өтілген бағдарлама материалдарына сай сұрыпталады. Диктант мәтінінде әрбір өтілген ережеге байланысты кем дегенде 2-3 орфографиялық және тыныс белгілер объектілері болуы тиіс. Мұнда көрсетілгендей, әрбір сыныпта қанша сөзден диктант болу қажеттілігі көрсетілген. Яғни екінші сыныпта бірінші тоқсанда 20-25 сөзден болса, екінші тоқсанда 20-30 сөзден, үшінші тоқсанда 30-35 сөзден, төртінші тоқсанда 35-40 сөзден. Яғни әрбір оқушының жас ерекшелігіне қарай диктанттағы қолданылатын сөздердің саны өсіп отырады. Мұнда бағасы, яғни диктантта жазудағы бағаны қалай қою қажет? 5 бағасы қатесіз, яғни бір қате кеткен жағдайда ғана қойылады. Екінші сыныпта қатесіз бір қатесі каллиграфиялық жазуға сәйкес келген кезде қойылады. Үшінші сыныпта 5 бағасы тек қатесі жазылған диктантта, ал төртінші сыныпта дәл солай қатесіз жазылған диктантқа қойылады. 4 бағасы 2 қатені, 1-2 түзетілген қате болатын болса, ішінде 4 бағасы қойылады. 1-2 қате, 1 түзетілген болса, диктант ішінде 4 баға қойылады екінші сынып бойынша, ал үшінші сынып бойынша 1 қате, 1 түзету бойынша 4 қойылады. Төртінші сынып бойынша да 1 қате, 1 түзету бойынша 4 қойылады. 3 қатеде 2-3 түзету болса, 3 қатеде 1 түзету, 2 қатеде 1 түзету және 2 қатеде 1 түзету болса қойылады. 4 қатеде 3-4 түзету, 4 қатеде 1-2 түзету, 3 қатеде 1-2 түзету, 3 қате болса 2 қойылады төртінші сынып бойынша. Бастауыш сыныптарда жазу жұмысының көптеген түрлері бар. Соның бірі диктант. Бұл ұғым өз бетімен ойын қағаз бетінде түсіруді және айтып тұрғаннан жазудың меңзейді. Оның түрлері әріп, буын, сөз, ескерту, шығармашылық, көру, өздік, терме, графикалық және бақылау диктанттары болып бөлінеді. Әріптік диктант бірінші сыныпта алғашқы әріптерді үйренгеннен кейін өткізіледі. Ол дыбыстың таңбасын баспа түрінде, жазба түрінде аударып жазуға үйрету, дауыссыз дыбыстарды ажырата білуге дағдыландыру және көркем жазуын қалыптастыру үшін қолданылады. Буын диктанты сауатты жазуға үйрету, қате жазудан сақтандыру, сөзді буындап оқуға, оны
жаттап алуға көмектесу, сөздерді тасымалдай білуге үйрету жұмысы түрлері қамтиды. Сөз диктанты әріп пен буын диктанттарынан қарағанда біраз күрделірек. Мұндағы мақсат оқушыларға сөз белгілі бір ұғымдарын білдіретін, яғни мағынасы болатынын түсіндіру. Мұнда оқушылар өздері естіген әрбір сөзді нақты мағынасын түсінумен қатар оларды буынға бөліп жазып үйренеді. Осыдан кейін ғана олар жеке сөзді әріпті тастап кетпей, артық әріп қоспай немесе әріптерінің орнын ауыстырмай әрбір сөздің мағынасын түсініп, қатесіз көркем жазуға дағдыланады. Жоғарыда айтылғандай, әріп, буын, сөз диктанты бірінші сыныптарға арналған диктант жинағында кеңірек айтылғандықтан бұларға көп тоқталмаймыз. Сөздік диктанты әріп емлесі өту кезінде белгілі бір сөздердің жазылуын есте сақтау үшін пайдаланады. Диктант ұсынатын сөздердің саны 8-12-ден аспау керек. Сөздік диктанты өтіліп отырған тақырыптарға байланысты мұғалім қалауымен жүргізіледі. Терме диктанты белгілі бір ережені оқушылардың қалай меңгеруін байқау үшін сабақ үстінде жүргізіледі. Мұғалім диктанттың мәтінін оқыр алдында қандай ережеге көңіл аудару керек екендігін ескертеді. Оқушылардың мәтінді түгел жазбай, мұғалім оқып тұрған мәтіннен әркім өзіне берілген тапсырмаға лайықты сөздермен сөз тіркестеріне немесе сөйлемдерді теріп жазады. Көру диктанты мұғалімнің тәжірибесінде өте пайдалы. Диктант үйрететін жұмыстардың ішінде ең бастысы болып есептелінеді. Бұл диктант түрі оқушылардың көру, есту, есте сақтау, затты тану сияқты қабілеттерін дамыту мақсатында жүргізіледі. Көру диктанты үшін әріп, буын, жеке сөздер, сондай-ақ жазылуы қиын сөздердің сөз тіркестері және шағын мәтіндер, жұмбақтар, мақалдар жаттауға берілген өлеңдер алуға болады. Диктант мәтіндері үзіліс кезінде тақтаға немесе алдын ала аумақта қағазға жазылып қойылады. Олардың оқушылардың 2-3 рет оқып шығуына, асықпай көріп, жадында сақтауына 1-2 минут уақыт беріледі. Содан кейін мұғалім оны жауып қояды. Оқушылар тақтадан оқыған мәтінді есіне түсіріп, дәптерге жазады. Мұндай материалды құрамында оқушылардың қиын сөздерін бірге баса көңіл аударған тиіс ережелері бар. Термин сөздер болса, мұғалім олардың астын түрлі түсті бормен сызып қояды. Өздік диктант оқушылар өтілген материалдар байланысты әріптер мен буындар, сөз бен сөз тіркестерін және жекелеген сөйлемдермен жаттап алған өлеңдер, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтел естеріне түсіріп, ойлана отырып өз беттерінше жазады. Диктанттың бұл түрін өткенді қайталап тіл ұстарту маңызы зор. Мұғалім өзіндік диктантты қай күні болатынын, нені қайталап келу керектігін оқушыларға алдын ала ескертіп қояды. Шығармашылық диктант үйрету диктанттың ішінде мазмұн, құрылым, әдіс-тәсіл жағынан ең күрделісі. Оқушылардың ойлау қабілеттерін, сөздік қорын, білім деңгейі мен өздігінен жұмыс істеу шеберлігін арттыруын көрсеткіші. Бұл диктант көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қою, сөздерді дұрыс орналастыру арқылы сөйлем құрау, басы жазылған мәтінді аяқтау сияқты басқа диктанттарға ұқсамайтын өзгешеліктері бар. Ескерту диктанты көлемі, орфографиялық, емле, сөздік қоры жағынан бақылау диктантына жақын келеді. Мұнда осы уақытқа дейінгі өтілген барлық материал түгел қамтылып, оқушылардың бақылау диктанты тікелей әзірлейді. Графикалық сызба диктанты сөйлемдегі сөздердің байланысы сызба арқылы көрсету, керісінше берілген сызба бойынша сөйлем құрау сияқты түрлі вариантта жүргізуге болады. Бақылау диктанты бұрын өтілген материалдарды оқушылар қандай дәрежеде меңгерген және сауаттылық деңгейін қандай екен анықтау мақсатында жүргізіледі. Бақылау диктанты белгілі бір тарауды оқып бергеннен кейін және 90 жылдық аяғында өткізіледі. Назарларыңызға рахмет.